Түрік сериалдарының ең сүйікті актрисаларының бірі Cemre Baysel'дің махаббат хикаясы көпшілік ойлағандай ертегі емес екен. Жанкүйерлер үлгілі жұп деп санаған қарым-қатынас 2 рет аяқталды. Кейін актриса жаңа махаббатын кездестірді. Бірақ бұл жолы да бәрі ұзаққа созылмады. Тіпті соңғы уақытта әлеуметтік желілерде Cemre мен жарыс жүргізушісі Cem Bölükbaşı'nın айырылысуына Гүлдер сыры сериалындағы серіктесі Серхат себеп болуы мүмкін деген теорияларда кеңінен талқыланып жатыр. Бұл рас па? Әлде кезекті қауесет қана ма? Бүгін біз Cemre Baysel'дің жеке өміріндегі ең маңызды оқиғаларды рет-ретімен бірге талқылаймыз. Сәлем достар. Арнамызға қош келдіңіздер. Егер сіз түрік сериалдарын жақсы көрсеңіз және сүйікті актерлеріңіздің өміріндегі соңғы жаңалықтарды қазақ тілінде бірінші болып білгіңіз келсе, дәл қазір арнаға тіркеліп, видеоны лайк басуды ұмытпаңыз. Бұл біздің жаңа әрі сапалы видеолар жасауымызға үлкен қолдау болады. Ал енді бастайық. Cemre Baysel соңғы жылдары түрік кино әлеміндегі ең танымал актрисалардың бірі. Ол тағдыр ойыны, Лейла және қазіргі таңда көрермендердің ықыласына бөлінген Гүлдер сыры сериалдары арқылы үлкен танымалдыққа ие болды. Жанкүйерлер оны тек актерлік шеберлігі үшін ғана емес, қарапайым мінезі, табиғилығы және әрдайым күлімдеп жүретін болмысы үшін де ерекше жақсы көреді. 2026 жылдың 5 ақпанында актриса 27 жасқа толды. Бірақ оның шығармашылығынан бөлек, жанкүйерлерді қызықтыратын тағы бір тақырып бар. Ол Cemre Baysel'дің жеке өмірі. Әсіресе оның актер Айтат Шашмазбен болған махаббат хикаясы жылдар бойы миллиондаған жанкүйердің назарында болды. Көпшілік бұл жұптың міндетті түрде үйленетініне сенімді еді, алайда тағдыр бәрін мүлдем басқаша шешті. Барлығы 2021 жылы түсірілген тағдыр ойыны сериалынан басталды. Дәл осы жобада Cemre Baysel мен Айтат Шашмаз басты рөлдерді сомдады. Сериалда олардың кейіпкерлері алғашында бір-бірін сүймейтіндей көрінгенімен, уақыт өте келе араларындағы сезім шынайы махаббатқа айналады. Бір қызығы, дәл осындай оқиға өмірде де қайталанды. Түсірілім басталған кезде Cemre мен Айташ бір-бірін мүлде танымайтын, кейін берген сұхбаттарында екеуі де алғашында бірге жұмыс істеуге аздап қобалжығандарын айтқан, алайда бірнеше күннің ішінде олардың арасы жақындай бастайды. Cemre'нің айтуынша екеуі бір-бірін көп жылдан бері танитындай еркін сөйлескен. Тіпті ол, біз бір-бірімізді 40 жылдан бері білетін адамдар секілді сезіндік. Екеуміздің де арамызда эго жоқ, өзімізді ешқашан өзгеше етіп көрсетуге тырыспаймыз деген болатын. Осы сөздерден кейін жанкүйерлер олардың қарым-қатынасына ерекше назар аудара бастады. Көп ұзамай әлеуметтік желілерде жаңа қауесеттер тарады. Кейбір жанкүйерлер Айташтың бұрынғы сүйіктісімен 5 жылдық қарым-қатынасын аяқтап, Cemre'мен кездесуді бастағанын жаза бастады. Алайда бұл ақпарат ресми түрде расталған жоқ. Дегенмен уақыт өте келе Cemre мен Айташтың бірге өткізетін уақыты көбейіп, олардың арасында жай ғана достықтан да артық сезім бар екені байқала бастады. 2021 жылдың тамыз айында жанкүйерлердің күдігі күшейе түсті. Себебі Cemre Baysel Айтат Шашмазды туған күнімен өте ерекше әрі жылы сөздермен құттықтады. Осы сәттен бастап әлеуметтік желілерде қызу талқылаулар басталды. Көпшілік олардың достықтан әлдеқайда жақын екенін айта бастады. Ал арада көп уақыт өтпей, түрік папараццилері Cemre мен Айташты бір кафеден бірге шыққан сәтінде байқап қалады. Журналистер актерлерден олардың қарым-қатынасы туралы сұрақ қойғанымен, екеуі де нақты жауап бермеді. Олар үндемеуді жөн көрді. Бірақ дәл осы үнсіздік жанкүйерлердің қызығушылығын одан сайын арттыра түсті. Көп ұзамай актерлер әлеуметтік желілеріне бірге түскен суреттерін жариялады. Осылайша бірнеше ай бойы айтылып келген қауесет ресми түрде расталды. Cemre Baysel мен Айтат Шашмаз шынымен де жұп еді. Жанкүйерлер қуаныштарын жасыра алмады. Көпшілігі оларды түрік кино әлеміндегі ең әдемі жұптардың бірі деп атады. Қарым-қатынастары ресми жарияланғаннан кейін жұп бұрынғыдан да жақындай түсті. Cemre Айташтың отбасымен жиі уақыт өткізетін болды. Тіпті актердің отбасы мүшелерімен түскен суреттері мен видеолары әлеуметтік желілерде кеңінен тарады. Әсіресе Cemre'нің Айташтың кішкентай жиенімен ойнап жүрген видеолары жанкүйерлердің жүрегін елжіретті. Сол кезде көпшілік, енді тек үйлену тойын күтіп отырмыз деп пікір жаза бастады.
Түрік басылымдары да олардың болашағы туралы жиі жазып, тіпті құда түсу рәсімі жақында болуы мүмкін деген болжамдар айтты. Бірақ кейін белгілі болғандай, жанкүйерлер көргені олардың өмірінің тек әдемі бөлігі ғана екен, ал камера сыртында бәрі мүлде басқаша болып жатқан еді. 2022 жылдың қыркүйек айында жанкүйерлер күтпеген өзгерісті байқады. Айташ Шашмаз әлеуметтік желідегі парақшасынан Джемремен байланысты көптеген жарияланымдарды өшіре бастады. Бұл әрекет бірден түрлі қауесеттердің таралуына себеп болды. Алайда арада бірнеше күн өткен соң Джемре мен Айташ бір-бірінің жазбаларына жылы пікір қалдырып, жағдайдың қалыпты екенін көрсеткісі келгендей болды. Жанкүйерлер біраз тынышталғанымен, күдік толық сейілген жоқ. Ал арада көп өтпей бәрі анық болды. 2022 жылдың қазан айында актерлер әлеуметтік желілерде бір-біріне жазылудан бас тартты. Көпшілік үшін бұл олардың айырылысқанының ең үлкен дәлелі болды. Ең қызығы, сол кезде олардың ешқайсысы ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Тек бірнеше айдан кейін ғана Айташ алғаш рет үн қатып, бұл қарым-қатынастың өзі үшін өте маңызды болғанын айтты. Ал 2023 жылдың қаңтарында Джемреде олардың бірнеше ай бұрын ақ айырылысқанын растады. Бұл жаңалық жанкүйерлер үшін ауыр соққы болды. Себебі бәрі олардың махаббаты мәңгі жалғасады деп сенген еді. Бірақ бұл олардың оқиғасының соңы емес болатын. 2024 жылдың мамыр айында түрік басылымдары күтпеген жаңалық таратты. Бірнеше беделді ақпарат көздері Джемре Байсель мен Айташ Шашмаздың қайта татуласқанын жазды. Бұл жаңалық жанкүйерлер арасында үлкен қуаныш туғызды. Көпшілік әлеуметтік желілерде олардың бірге түскен видеоларын қайта жариялап, шынайы махаббат міндетті түрде қайта оралады деген пікірлерін жаза бастады. Түрік баспасөзінде тараған мәліметтерге сүйенсек, қарым-қатынасты қайта бастауға алғаш болып қадам жасаған Айташ болған. Тіпті ол Джемреге түсірілім алаңына жиі гүлдер жіберіп, өзінің бұл қарым-қатынасты сақтап қалғысы келетінін көрсеткен деген ақпараттар тарады. Әрине, бұл мәліметтер ресми түрде расталған жоқ. Дегенмен дәл сол кезде жанкүйерлер олардың әрбір әрекетін бақылап отырды. Джемре қандай гүл жариялады? Қандай ән тыңдап жүр? Кімге лайк басты? Осындай ұсақ дүниелердің өзі әлеуметтік желілерде қызу талқыланып жатты. Ал актердің ағасы Исмаил Эге Шашмаздан журналистер Айташ пен Джемре қайта қосылды ма? деп сұрағанда, ол нақты жауап бермей, егер қаласа, оны өздері айтады деп қысқа ғана жауап берген. Бұл сөздер интриганы одан сайын күшейтті. 2024 жылдың жазында Джемре мен Айташты қайтадан бірге жиі көре бастады. Олар бірге серуендеп, мейрамханаларға барып жүрген сәттерін папараццилер бірнеше рет түсіріп алды. Ал тамыз айында әлеуметтік желілерде тағы бір қызықты сурет пайда болды. Актерлердің риэлтор кеңсесінде жүрген фотосы жарияланды. Осыдан кейін түрік бақ бірден жұп бірге үй алып жатыр, үйлену тойына дайындық басталды деген тақырыптармен мақалалар шығара бастады. Журналистер Айташтан үйлену туралы сұрағанда ол үйленуге дайынмын, тек дұрыс уақытын күтіп жүрмін деп жауап берген. Бұл сөздер жанкүйерлерге үлкен үміт сыйлады. Көпшілік енді олардың үйлену тойының күнін ғана күтті. Бәрі ақыры бақытты аяқталатындай көрінді. Бірақ өмірдің өз сценарийі мүлде басқа болып шықты. 2025 жылдың ортасына қарай жанкүйерлер тағы да бір өзгерісті байқай бастады. Джемре мен Айташ бұрынғыдай бірге көрінбейтін болды. Ортақ суреттер тоқтады. Бір-бірі туралы айтуды да сиретті. Әлеуметтік желілерде тағы да түрлі болжамдар тарай бастады. Біраз уақыттан кейін олардың тағы да айырылғаны белгілі болды. Бұл жолы айырылысу алғашқыдан да ауыр қабылданды. Себебі көпшілік олардың бұл жолы міндетті түрде үйленетініне сенімді болған еді. Алайда бұл жолы актерлер тағы да ешқандай ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Сондықтан нақты себеп белгісіз күйінде қалды. Бірақ көп ұзамай түрлі болжамдар пайда болды. Кейбір түрік журналистері мен әлеуметтік желі қолданушылары Айташ Джемренің актерлік мансабын тоқтатып, отбасыға көбірек көңіл бөлгенін қалаған болуы мүмкін деген пікір айтты. Тіпті кейбір ақпараттарға сәйкес, Джемре мұндай ұсыныспен келіспеген. Өйткені ол тек өзін ғана емес, отбасында қолдап жүргенін және сүйікті жұмысынан бас тартқысы келмейтінін айтқан деген мәліметтер тарады. Алайда бұл ақпараттардың ешқайсысы ресми түрде расталмаған.
Сондықтан мұны тек бақ пен жанкүйерлер арасында тараған болжам ретінде қабылдаған дұрыс. Бір нәрсе ғана анық еді. Екі рет берілген мүмкіндікке қарамастан, олардың махаббат хикаясы осымен аяқталды. Бірақ көп ұзамай Джемре өмірінде жаңа адам пайда болды. Екінші айырылысудан кейін көпшілік Джемре Байсель ұзақ уақыт жалғыз жүреді деп ойлады. Алайда 2025 жылдың соңында түрік басылымдарында күтпеген жаңалық тарады. Актрисаның аты әйгілі түрік автожарысшысы Джем Бөлікбашымен байланыса бастады. Алғашында бұл жай ғана қауесет сияқты көрінді. Бірақ уақыт өте келе олардың бір-бірінің жазбаларына қалдырған жылы пікірлері жанкүйерлердің назарын аударды. Көп ұзамай әлеуметтік желілер мен шетелдік фан парақшалар бұл жұпты 2025 жылдың ең күтпеген махаббат жаңалығы деп атай бастады. Бір қызығы, Джемре бұрын берген сұхбаттарында жылдамдықты, көліктерді және адреналинді жақсы көретінін бірнеше рет айтқан. Сондықтан көптеген жанкүйерлер үшін оның жаңа таңдауы автожарысшы болуы таңғаларлық емес еді. 2026 жылдың қаңтарында барлық күмән сейілді. Джемре мен Джем алғаш рет Лондоннан бірге түскен суреттер мен видеоларын жариялады. Бұл кадрлар әлеуметтік желілерде әп-сәтте таралып кетті. Екеуі де өте бақытты көрінді. Олар қарым-қатынастарын жасыруға тырыспады. Кейін Джемре түсірілім кестесінің тығыздығына қарамастан, Джемнің жарыстарына барып, оны қолдап жүргені де белгілі болды. Тіпті туған күнінде де оның жанынан табылды. Жанкүйерлер, Джемре көптен бері дәл осылай бақытты көрінбеген еді деп пікір жаза бастады. Интернетте бұл жұпқа тіпті жаңа лақап аты берілді. Оларды Джем деп атай бастады. Көпшілік бұл жолы бәрі жақсы аяқталады деп сенді. Бірақ тағы да күтпеген жағдай орын алды. 2026 жылдың сәуір айында жанкүйерлер тағы бір өзгерісті байқайды. Джемре мен Джем әлеуметтік желілерден бірге түскен суреттерін өшіре бастайды. Артынша екеуі бір-біріне жазылудан да бас тартады. Бұл жағдай жанкүйерлер арасында үлкен талқылауға айналды. 2 ай бойы әлеуметтік желілерде түрлі болжамдар айтылды. Біреулер арақашықтық әсер етті десе. Енді біреулер Джемнің халықаралық жарыстары мен Джемренің үздіксіз түсірілімдері олардың бірге уақыт өткізуіне мүмкіндік бермеді деп есептеді. Өйткені Джемре күніне 15 сағатқа дейін түсірілім алаңында жұмыс істесе, Джем әлемнің әртүрлі елдерінде жарыстарға қатысып жүрген. Яғни, екеуінің өмір сүру ырғағы мүлде екі түрлі болатын. Бірақ дәл осы уақытта әлеуметтік желілерде тағы бір теория кең тарала бастады. Желі қолданушыларының арасында тағы бір нұсқа қызу талқыланды. Кейбір жанкүйерлердің пікірінше, Джем Бөлікбашы Джемренің Гүлдер сыры сериалындағы серіктесі Серхатты қызғанған болуы мүмкін. Әсіресе сериалдағы романтикалық және сүйісу көріністерінен кейін бұл пікір одан сайын күшейді. Кейбір әлеуметтік желі қолданушылары дәл осы жағдай олардың қарым-қатынасына әсер еткен болуы мүмкін деп болжады. Алайда бұл ақпараттың ресми дәлелі жоқ. Джемде мұндай себеп туралы ешқашан мәлімдеме жасаған емес. Сондықтан әзірге мұны тек жанкүйерлер арасында кең тараған теория ретінде ғана қарастырған дұрыс. Ақыры ұзаққа созылған қауесеттерге нүктені Джемре Байсельдің өзі қойды. 2026 жылдың 10 маусымында журналистер актрисаны Стамбулдың Нишанташы ауданында кездестіріп, оның жеке өмірі туралы сұрақ қойды. Олар Джем Бөлікбашымен қарым-қатынасы және әлеуметтік желіден бірге түскен суреттердің жоғалып кеткені туралы сұрады. Джемре бұл жолы да сабырын жоғалтқан жоқ. Ол жай ғана күлімсіреп, бір ғана сөз айтты. Бетти. Қазақша мағынасы. Бітті. Осы бір ауыз сөз олардың қарым-қатынасының аяқталғанын ресми түрде растады. Джемре Байсельдің махаббат хикаясы көпшілік ойлағандай ертегі болған жоқ. 2 рет аяқталған қарым-қатынас. Жаңа басталған махаббат. Тағы бір айырылысу. Бәлкім, өмірдің ең үлкен сабағы да осында шығар. Кейде сырттай мінсіз көрінетін жұптардың өз ішінде біз білмейтін қиындықтар болады. Ал әлеуметтік желіде көретін әдемі суреттер, олардың өмірінің кішкентай ғана бөлігі. Сондықтан ешқашан өз өміріңізді өзгелердің өмірімен салыстырмаңыз. Мүмкін, Джемре Байсель өз бақытын әлі де жолықтыратын шығар. Ал сіз қалай ойлайсыз? Джемремен айтач қайта қосыла ма, әлде бұл хикая мәңгілікке аяқталды ма? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийге жазыңыз.
Егер осындай түрік актерлері мен сериалдары туралы видеолар қазақ тілінде көбірек шыққанын қаласаңыз, арнамызға тіркеліп, видеоны лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше.